Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін мен сіздермен интернетте танымал болған кейіпкер жапондық мультфильм манга деп аталып кеткен балалардың күнделікті телефондарына қойып жүрген аниме картинкалар туралы сөйлесетін боламыз. Неліктен аниме соншалықты маңызды? Осы сұраққа тоқталатын болсақ, қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында анимені көру және оған еліктеу сәнге айналып отыр. Осы әңгімеде мен сіздермен ата-аналар мен балаларға анименің негізгі аспектілерін ашуға тырысатын боламын. Жапондық аниме мультфильмі Ресей, ақш және Еуропа елдерінің жасаған мультфильміне қарағанда ерекшелігі басым болып келеді. Оның айқын белгілері кейіпкердің бейнесі адамның назарын аударып, көңіл күйге әсер ететіндей бұрмаланған. Кейіпкердің бет бейнесі үлкен мұңды көздер, ерні мен мұрны анық көрсетілмеген, бет жүзі үшкірленген бейнеде болып келеді. Ал оның түстері шынайылықтан айырмашылығы бар және тым ашық, қанық түстер, оның ішінде атап айтатын болсақ, ақ, қара, қоңыр, көк түстермен бейнеленген. Кейіпкерлердің эмоциялары өте әсереленген. Көңіл күйі құбылмалы. 12 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірімдердің бұл аниме кейіпкері еріксіз назарын аудартады. Осы кейіпкер жасөспірімдердің арасында мінез құлқының тез өзгеріп, ата-аналарымен, құрдастарымен қарым-қатынасында қиындықтар туындап отыр. Сондай-ақ балалардың бойында әлеуметтік құндылықтардың өзгеруі байқалады. Мысалы, тартымды, жағымды сөйлеп баурап алатын тәтей сюжет барысында қатыгез сиқыршыға айнала алады. Сюжеттегі кейіпкерлер балалардың ойынша, егер ол сұлу тартымды болса, ол ханшайым, ұсқынсыз болса жалмауыз кемпір деген ой қалыптасқан. Осы мультфильм сюжеттарын көре отырып, мейірім мен қатыгездік туралы түсініктерін шатастырады. Содан кейін балалардың шынайы өмірде адамдарға деген сезімі, қарым-қатынасында қиындықтар туындай бастайды. Өздігінен тұйықталып, сіз бұрын байқамаған қылықтар жасайды. Сол сияқты бұл мультфильм әр баланың тума мінезіне қарай әрқалай әсер етеді. Әдемі бояулармен көркемделген аниме балаларды қайта-қайта қарауға еріксіз түрде мәжбүрлейді. Әрі қарай адамдармен қарым-қатынаста құлшынысы болмайды. Сюжеттегі зорлық-зомбылық балаға қорқынышты ұялатады. Оған себеп мультфильм сюжетында нәзік сұлу қыздың барлығын өлтіріп, жауыз монстрға айналуы. Осы мультфильм кейіпкері әбден баланың санасын улап, психологиялық ауру тудыруы қаупі бар. Бала мультфильмді көріп болған соң мазасыз, агрессиялық қысыммен жүреді де, әрі қарай сол мультфильмді қайтадан көргісі келіп, оның аяғы немен бітетінін қызығушылықпен қарауға үнемі тырысып отырады. Мамандар балалардың арасында кибер қысым жасауда осы аниме кейіпкерлерін статус профильдарына қойып, өзара хат алмасуда бопсалау мақсатында қолданатынын анықтап отыр. Бұл кейіпкерлер басқа әлеуметтік желі топтарында кеңінен ауқымды таралып, балалардың ата-аналарына қарсы шығып, өзіне қол жұмсаушылық ниетін тудыруда. Бала өз әлемін жасап алған соң үйден қашуға қорытынды жасайды. Себебі бала үшін шынайы өмір қызықсыз. Сөзімді қорытындылай келе, құрметті ата-аналар, сіздерге ескертетінім, бұл жағдайда балаға қысым жасамай, өз махаббатыңызды бөліп, баурап алуға тырысыңыз. Көбірек үй жұмысын, отбасылық мерекелерді бірге жасап, көңілді әңгімелер айтып, балаңызбен өмір туралы қызықты, мағыналы сәттеріңізден мысалдар айтып талқылаңыз. Балаңызды өзіңізге назарын аудартып алған соң телефон туралы сөйлесіңіз. Бірге қандай мультфильм көретінін, қандай тақырыпта видео қарайтынын талдаңыз. Зиян тұстарын айта отырып, көп қарамауды, көрмеуді, өшіруді өтініңіз. Бұл проблемадан тек отбасындағы жылулық, отбасы болып бір-біріне көңіл аудару, қызықты сәттерге толы уақыт өткізу, өнеге, өсиет, аңыз әңгімелер, тағы да басқа балаңызға қызықты тақырыптар туралы әңгімелесу, баланың виртуалды әлемнен шығып, шынайы өмір қарым-қатынасты түсінуге, осы тығырықтан шығуға көмек береді. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Егер де сіз балаңызбен бірге осы проблеманы бірігіп шеше алмасаңыз, мектеп психологына хабарласуды сұраймын.